Оқушылар қазақ тілі сабағында бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтін және оның түрлері 42-ші сабақ. Бүгінгі сабақта мәтін туралы түсініктеріңді қалыптастырасыңдар. Мәтіннің түрлерімен танысасыңдар және мәтіннің ерекшеліктерін ажыратып, мәтінмен жұмыс жасауды үйренеміз. Алдыңғы сабақ бойынша мәтіннің 3 түрі бар деп айттық: әңгімелеу, сипаттау және пайымдау. Әр мәтін түрінің өзіне тән негізгі сұрақтары болады. Әңгімелеу мәтіннің негізгі сұрағы не болды және не істеді, ал сипаттау мәтіннің негізгі сұрағы қандай деген сұраққа жауап береді, ал пайымдау мәтіннің негізгі сұрағы неліктен. Кітаптағы өлеңді мәнерлеп түсініп оқимыз. Алуан бояу іріктеп алды, асықпай Марат суретті салды, үстелге жайып қағазды аппақ, сарымен сұлу жасады бақпақ. Қызылдан кірпіш қағазға толды, зәулім үй келіп аулаға қонды, шатырын әсем бояды көкпен, жасылмен дуал жасады еппен. Өз орнын тапты әр түрлі бояу, бәрінен шебер Мараттың ояу. Балалар, өлеңді мәнерлеп түсініп оқығаннан кейін қарамен жазылған алуан және әртүрлі деген сөздер берілген. Бұл сөздерді бір-бірінің орнына алмастырып қолдануға болмайды. Себебі алуан бояу. Алуан бояу дегеніміз яғни көп бояудың және әртүрлі бояудың бар екенін білдіреді. Әртүрлі бояу дегеніміз яғни суреттен қараған кезде ол суреттің әртүрлі түс бояулармен боялғанын көрсетіп тұр. Балалар, осы өлең бойынша мына сұрақтарға жауап жазыңдар. Бірінші, Марат бояумен не істеді? Екінші, ол қандай сурет салды? Үшінші, неліктен әртүрлі бояу өз орнын тапты? Бұл 3 сұрақтың жауабын дәптерге жазамыз. Яғни, Марат бояумен не істеді? Марат бояумен сурет салды. Ол қандай сурет салды? Яғни, шатырлы үйдің суретін салды. Неліктен әртүрлі бояу өз орнын тапты? Өйткені оның ойының шеберлігі. Және балалар, өздерің сипаттау мәтіні бойынша сурет салып көріңдер. Салған суретін қандай үй, соны жазамыз. Келесі тапсырма: суреттерге қарап оқушылар бұл заттарды дұрыс салыстыра алды ма? Олардың қателерін тауып, өз жауаптарыңды ұсыныңдар. Бірінші, алма қызыл, ал қарбыз үлкен. Шарлардың түстері мен түрі әртүрлі. Шиелердің түрі мен түсі бірдей. Бір қасық үлкен, екіншісі темір. Осы тапсырманы орындап, дәптерге жазамыз. Бұл жерде балалар, бір қасық ағаштан жасалған, екіншісі темірден жасалған деп жазуға болады. Шарлардың түсі, ал алманың көлемі кішкентай, қарбыздың көлемі үлкен деп жазуға болады. Бір қасық үлкен, екіншісі кішкентай деп жазуға болады. Және шарлардың түстері әртүрлі, шиелердің түстері бірдей деп жазылады екен. Дәптерімізге жазып орындаймыз. Бұлардың барлығы балалар қандай деген сұраққа жауап береді? Алманың көлемі қандай, яғни бұл сипаттау мәтініне жатады. Сипаттауда заттың бірнеше белгісі, түсі, түрі, көлемі көрсетіледі. Ал салыстыра сипаттауда заттардың ұқсастығы мен ерекшелігі олардың нақты белгілері бойынша толтырылады. Мысалы, алма қызыл, қияр жасыл. Балалар, келесі тапсырмада мына берілген нәрселердің ішінен өздерің біреуін таңдап, сол нәрсені сипаттаймыз. Мысалы, сипаттау үшін мен
кітап туралы айтқым келеді. Ол деп оның әртүрлі белгілерін, түрін, түсін, көлемін, қасиетін сипаттап жазыңдар. Және ол затқа деген сезіміңді білдіруді ұмытпа. Мысалы, көжек, инелік, асқабақты айтуға болады. Оның көлемі қандай? Мысалы, көлемі кішкентай деп қасиеттерін жазып өз бетімізбен орындаймыз. Келесі тапсырмада берілген пішіндерді сыныптағы заттарға айналдырып салып көріңдер. Мысалы, парта, тақта салуға болады. Мысалға, глобус салуға болады. Дөңгелек пішіні глобусқа ұқсайды. Тапсырмаларды орындаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды.